Жок достор, негизи биздин азыркы ситуация болуп жаткан эч кандай сценарий эмес, чын айтам. Мен өзүм ушул жерде отуруп, өзүм башынан өткөрүп атам, бул сценарий эмес, эч кандай сценарий эмес. Кандай болсо ошондой болуп жаткан окуя. Сценарий эмес. Өзүмө деле түшүнүксүз, түшүнбөй эле эмне болуп жатканын деле билбейм. Бир нерселер болуп жатат окшойт. Ой, ошол Инстаграмдан койсак баракчасынан көрсөңүз болот. Лентага чыгарган болсо керек, мен өзүм да көрө элекмин. Калайсыздар? Дихан калай? Кездесүү болду я кечээ? Эми жасы болуу керек. Сизге Юлия ханым азыр бир сурак коёду. Менин Гүлбайрага сурагым кешеги такырып жайлы сен үчүн эр азаматка канчалыкты сенимдүү болуу керек? Канчалыкты сенимдүү? Эр азаматтын аракетине, сүйлөгөн сөзүнө карап сенимдүү болуу керек. Тек сөз менен аракетине гана? Iya, башка Аракети дурус болуп, сөзү дурус демек. Ол жагдайда калай? Вот осуну айтып жатам го, эгер сөзү менен аракети бир жерден чыкса, сенүү керек. Но иногда болот, аракет жакшы болот, сөз болмой калат. Бирок сен Диханды катты жакшы көрөт дейге. Бирок сөзүндө тура алмады, бирок ис аракети менен сага көрсөтүп жатат. Оған көз карасың. Өмүрдө болот го, бир адам иш аракети менен адам менен келишип калат, иногда сөз аркылуу келишип калат. Жок, ана йогуртовый айраныңызды, катыгыңызды даулайма деп келип, коркканыңыздан үй жыйнап, газыңызды, шайнегиңизди жууп койдук кой, эсик алдына салып барып. Багы айкайлаганыңыз эсизби? Коркобуз десең. Айбы жашыбыз 40ка келсе де, акешимиздин үйүнө келсек үй жыйнайбыз деп атырмын го. Мама, короче, ана нететин го, нетеди. Ойбой, бидай көженин, короче, айранын андай кылып жасайт экен, в общем, йогуртпен бирдеңе менен уютат экен да, со йогуртовый катык өзү жасаган экен. И содан каждый раз кичкене алып калат экен да, сону менен уютат экен. Ал оны Айгөлөк билмей ишип койгон, онун кесесин мен жуп койгом. Тебинде калган мен жуп койсом, экөөбүз кінәлі болганбыз. Бара Айгөлөк түстө келген кезде Айгөлөк урсуп атыр да телефонун. Сону эсип алып, ойбай, бир ушум маған тип кетпесин деп, колумуздан келгенче барлыгын жасап койдук го. Ажеси не тамак істеп атсыз? Күшті тамақ дейді. Келгелі бері ма, тыныштық жоқ. Келгелі бері әйтеуір манты да жеп атырмыз, бешбармақ да жеп атырмыз, палау да жеп атырмыз. Одан әжене шақырады әйтеуір. Таңертеңге нарын, обедке манты, кешке бешбармақ сондай болуп атыр ғой. Келгелі бері же ма коркуп едім мен деген. Ужас, бір 3 килограмм қосып алған шығармын деп. Өзім итак бір аптаның ішінде, бір 8 күннің ішінде 4 килограмм тастағанмын. Сонымды қайтадан жинап алдым ба, ал келгелі бері деп коркуп едім. Нет, нормально екен. Ал біз жеттік меркеге. Міне. Зарядкеге келдік. Негізі Таразға дейін жетеді екен, оказывается. Тағы да 30% бар ішінде. Но сонда да траслайын деп жатырмын. Зарядке қойып қойдық машинаны. Өзімен деген. Таразға дейін жетеді екен негізі. Зарядке тығып қойдық мына. 30% бар. Міне Макс келді. Ол машинаны көрмеген ғой тоже. Қалайсың? Жақсы шүкір. Машина толсын. Рахмет. Зарядке қойғанбыз ғой. Баталықны. Қайсый ма? Толстый, а? Аслауды. Çoktayım дейді.
кенер келеді арасында, но мен айтарым, Құдайдың көзі тура болсын, не де болса. Просто видите, кім қалай қарайды. Мен біреудің қызына қараған кезде тек қана машаллах көз тимесін деп сөйтіп қана қараймын да. Сол. И және де мен қызым тұрмысқа шықпай тұрып намаз оқып бастағым хиджабпен бүкіл екіқабат кезінде, аяғым ауыр кезде мен 5 уақыт намазымды қаза қылмай, хиджабпен кәдімгі күніге 5 уақыт бойы тек қана қызымның денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, жолы ашық болсын деген нәрселерді ғана тілеп сөйтіп қызымды дүниеге алып келгем. Мен қызым ақ некемен, жаңағы мен тұрмысқа шыққан кезде де жаңағыдай 12-ден бір гүлім ашылып келмеген. И мен үшін мен қызым вообще факт, что ең таза адам бұл өмірдегі. Солай. И менің бірінші хейтерім менің енем болған кезінде сол постоянно қорқытады, мен қызың сенің абайла балаң ішіндегі инвалид болып туылады, мен айтқанымды істе депші. Долбоебка. Сол, короче, сол үшін тек қана Құдайдың көзі тура болсын, басқа ештеңе айтпаймын. Құрметті достар, қайтадан бірінші лотқа келейік. Кешегі айтып жатқан тойда қызмет көрсету. Мен сіздердің тойларыңызда тек қана қызмет қана көрсетіп қоймаймын, сіздердің тойларыңыздың живой, эмоция алып, адамдардың барлығы күшті болып қайтуына септігін тигізетін жандардың бірі мен боламын. Себебі мен сіздерге живой гитарамен, как положено, ескі болса ескі, есті болса есті, жаңа десеңіз жаңа, неше түрлі репертуарлармен барып қызмет көрсететін боламын. Сіздердің анау қонақтарыңыз бар емес па? Сыртқа темекі шегуге шығып кетпейтіндей, телефон қайта-қайта шұқылап кетіп, тамадан сөзін тыңдамай отырмайтындай, үшін айтқан кезде мықты вайп сыйлап беремін. Себебі менің қолымда гитара бар. Гитарамен тыңдалған әндер ол өте керемет, достар. Сол үшін той деген есте қалатын нәрсе. Есте қалатын нәрсені күшті өткізгілеріңіз келсе, әрдайым шақыртуларыңызға дайынмын. Бізде лот 1 50% скидка, барлық қызметке дайынбыз. Той болса той, туған күн болса туған күн. Құрметті достар, бізде лот 2 ол гитара курс. Гитара дегеніміз жалпы ол просто так инструмент емес, ол адамның ішкі эмоциясын шығаратын, стресстен, депрессиядан, тағы да басқа да нәрселерден, қиындықтан құтқаратын аспап деп айтсам болады негізінде. Өйткені өзіме көмектесіп жатыр сол техника. Егер де сіздерде балаларыңыздың не болса соның артынан кетіп, жетегіндегі телефонның жетегінде кетіп, немесе көшеде қаңғып велосипед айдап деген сияқты сөйтіп кетпесін десеңіздер, кейін өзіне пайдалы бір дүниемен айналыссын десеңіздер, онда міндетті түрде менің гитара курсыма қатыстырсаңыздар болады. Ол 100% гарантия. Кем дегенде бір аптаның ішінде өздеріңіздің алғашқы 5-6 әндеріңізді ойнап үйренесіздер. Ешқандай теориямен бастарыңызды қатырмаймын. Ең оңай, ең төте жолмен гитараны үйреніп алуға жеткізетін жолды көрсетіп үйрететін боламын. 50% скидка бізде. Сол себепті құрметті достар, 3 күн қалды, тез үлгеріңіздер. Құрметті достар, қазір барлық нәрсе Инстаграмда, ТикТокта, реклама арқылы сатылып жатқан нәрселер өте көп. Сіздерді дәл солай өздеріңіздің кәсіптеріңізді жүргізіп, өнімдеріңізді сатып, болмаса қызметтеріңізді сатқыларыңыз келсе, біз рекламаға да ашықпыз. 50% скидкаменен лот 3-іміз. Баршаларыңызды біз әлі де күтеміз. Тек қана 2 қадамға орын қалды. 2 бизнесқа реклама жасаймыз, болды сонымен. 3 күн қалды. Орындар саны шектеулі. Баршаларыңызды күтемін.